Бүгін Disneyland күні. Осыған орай мен бүгін кішкентай әсем Луинаны қыдыртпақпын. Нақтырақ айтсақ, біз кішігірім эксперимент жүргіземіз. Бізде бары 5000 теңге. Ал бұл қаражат кішкентай баланы қыдыртуға қаншақты жеткілікті? Бірге анықтайық. Ал кеттік! Кеттік! Хагимен бірге есерке фото түспетсіздер ме? Суретке түсеміз, Дина. Бірақ бізге аттракционға ақшаға жете. Сау болыңыз. Сен! Луина, телефонға түсейік. Аттракционға. Аттракционға барамыз. Nereye? Кеттік. Менде бары 5000 теңге. Осы ақшаға қанша аттракционға отырам деп ойлайсың? 7. 7? Тағы не ала аламыз деп ойлайсың бұл ақшаға? Мороженое, сок. Сосын. Сосын чипсы. Тағы. Тағы көп мороженое и көп сок. Менде бары 5000 теңге ғой. Алдымен сусын алдық. Құны 500 теңге. Ойын-сауық орталығы мен саябақтардағы дүкендерде баға бір шама қымбат. Десе де сатып алуға тура келді. Сосын бөтелкенің қақпағын аша алмай көмек сұрадық. Аға, ас беріңізші. Рахмет. Рахмет аға көп-көп. Ух, сүлдеп кеттім ғой. Қандай аттракционға отырғың келеді? Мен ба кружка мен любимый аттракцион. Бұл қандай аттракцион? Бұл мынандай кружкаларға садиться етесің да айналады. Сөзден онда дәу бір чайник бар. Соны Ендеше кружка аттракционды іздейміз. Кеттік. Луина қалаған аттракционды таптық, бірақ уақытша жұмыс істемейді екен. кружка аттракцион почему істемейді? Почему істемейді? Неге істемейді? Басқа аттракционға барамыз ба? Ма аттракционға барайықсың? Жүре ғой, барамыз, кеттік. Жас ерекшелігіне байланысты Луина тағы бірнеше әткеншекке отыра алмады. Мамандар мұны қауіпсіздік шарасы деп түсіндірді. Ал аттракционның кейбір түріне тек кәмелет жасқа толған жақынымен кіруге рұқсат береді екен. Қорқсаң, қалай шыңғырасың? Иә. Қалай? Қазір көреміз қалай шыңғыратынымызды. Кеттік. Шым кредит істеді. Қалай? Шымыз кредит істеді. Я үшімізге дейін айналды, иә? Кеттік. Келесіге барамыз, ба? Кеттік дәуді карасей. Алғашқы әткеншектің құны 890 теңге. Бұл бағаны 2 адамға есептеңіз. Ал мына космонавт деп аталатын түріне балаларды 2 жастан бастап қабылдайды екен. Бағасы 550 теңге. Содан соң айналмалы дөңгелекке міндік. Бағасы 880 теңге. Мұны да 2-ге көбейтіңіз. Саған ұнады ма үшінші әткеншек? Иә. Несі мен ұнады? Несі ұнамады? Маған аккуратності ұнаған жоқ. И несі маған высокесі ұнады, потому что әдемі бассейндар бар, анандай несі горкалар бар әдемі. Бірақ ұнамаған жер бар ма? Ұнамаған тұсы? Иә, ұнамаған тұсы маған несі әткімседі. Колесосы біз отырған жері, потому что мен розовый жақсы көрем, и черный, белый қыздар жақсы көрем. Иә, өкінішке орай біз күлгін түсті әткеншекке отырып үлгере алмай қалдық, иә? Есесіне біріншісінде бізде күлгін түс болды, иә? Кеттік. Иә. Бүгін бізге ең көп қойылған сұрақ, сіздер отбасысыздар ма? Көбінесе ана суретке түсіретін қыздар, жігіттер, давайте отбасылық сурет түсіріп жіберейік деп сұрайды қайта-қайта. Иә, біз бір отбасымыз, таңғы студия, бір отбасы, солай ғой? Иә. Ал енді Луина бізде 500 теңге қалды. Таңда
Балмұздақ әлде чипсы? Та-та-та-та! Балмұздақ. Неге чипсы емес? Потому что мама рұқсат етпейді. Анасы рұқсат етпейді, дұрыс. Естеріңізде болса, бастапқыда Луина 7 аттракционға, яғни әткеншекке отырғысы келетін айтқан еді. Біз неше әткеншекке отырдық? Біз тек 3-еуіне отыра алдық. Енді сұрайық, қайсысы қатты ұнады сізге? Маған біріншісі, екіншісі. Бірінші, екінші, үшінші ұнаған жоқ па? Үшінші ұнады, просто болмайды мені. Көп аттракционға Луинаның жасына байланысты жалғыз жібермейді, сол себептен қарашатты 2 адамға есептеңіздер, солай ғой?